Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Біздің ютубтағы каналымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз дін саласындағы құқықтық жауапкершілік, оның салдары, себептері және зардабын көріп жатқан азаматтар туралы айтпақшымыз. Біздің осы тақырып аясында қоятын сұрақтарымызға жауап беретін студияға келген қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Шымкент қаласы дін істері басқармасы дін мәселелерін зерттеу орталығының теолог мамандары Әуезұлы Айбек және Әлишерұлы Мансұр. Студиямызға қош келдіңіздер. Қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай? Рахмет, әуелі осы шақырғандарыңызға рахмет. Өте маңызды тақырып қазіргі заманда осы дін саласында бұзушылық. Осы тақырыпты қозғайын деп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Өйткені көбісі біледі, білмейді. Рахмет Бұның шақырғандарыңызға. жауапкершілігі деген қалай түсінеміз? Және қысқа болса да сол баптар туралы айтып бересіз ба? Бізде әлі күнге дейін Айбек мырза түсінбейтін сияқты азаматтар. Менің телефоным өзім білем дейтіндер бар. Менің телефоным, мен не бөлсем, не таратам, кімге қоям? Статусқа қойған дүниеге жауап береміз ба? Ол қандай дүние болмасын? Мақұл, жақсы шығар, жаман шығар, мүмкін ол ұлтаралық араздық тудыратын шығар, дінаралық шығар. Болмаса экстремизмге, терроризмге шақырған өзі байқамай қалатын шығар. Кіріспеді. Әрине, жалпы мына дін саласына қатысты еліміздің әуелі басты ата заң, осы 15 наурызда қабылданған ата заңымыздың өзінде де дінге қатысты үстін басып тұрып көрсеткен баптар бар. Одан бөлек әкімшілік бұзушылық туралы кодексте де дінге қатысты бірнеше баптар жазылған, көрсетілген. Одан да әрмен қарай қылмыстық жауапкершілікке алып келетін баптар бар қылмыстық кодексте. Жалпы қараған кезімізде, осы жалпы құқықтық нормативтік акттерді қараған кезімізде 10-ға жуық баптар бар. Енді бұл 10-ға жуық баптардың барлығын зерделеп қараған кезімізде ең бастысы, ең маңыздысы осы 2011 жылы осы қажеттіліктерге байланысты қабылданған заң, ол діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңы. Осы Қазақстан Республикасының аумағында дін саласын реттейтін жалғыз дара заң деп айтуға болады. Ал енді одан бөлек тағы да экстремизм және терроризм топ құру қылмыстық кодексінің 255 бабы, немесе экстремистік террористік ұйымды насихаттау, бұл да қылмыстық кодексінің 256 бабы деген секілді, немесе терроризмді, экстремизмді қаржыландыру сынды баптар бар. Одан бөлек тағы да осы қылмыстық кодексінің 405 бабы бар. Бұл бап сот қаулысымен тыйым салынған экстремистік, террористік ұйым ретінде танылған ұйымдардың көзқарасын білдіріп, оларға қолдау көрсету. Одан да бөлек әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 453 бабы бар. Бұл бапта да экстремизм, терроризмді насихаттайтын материалдар, әдебиеттер, өзге де мазмұнды материалдарды өндіру, шығару, соны тарату, бұлардың барлығы жауапкершілікке алып келетін іс-әрекеттер. Енді осыны қарапайым халыққа былай жеткізсек, енді өндіру, тарату деген сияқты болған уақытта өндіру, яғни монтажда видео жасау, Иә. Тарату дегеніміз қазір үйме үй жүріп қағаз тарататын заман емес қой. Оны WhatsApp группаға, Telegram группаға, болмаса TikToktағы өзінің жеке аккаунтына видео салу таратуға жата ма? Инстаграмдағы жеке аккаунтына видео салу таратуға жатады ма? Әрине жатады. Өйткені мына 2011 жылға дейін бәрімізге белгілі, мына көше-көше аралап жүретін миссионерлер бар еді. Флайер таратады, өздерінің діни наным сенімін адамдарға үгіттеуге тырысатын еді. Осы 2011 жылы қабылданған заңның 9 бабының 2 тармағында ол жерде діни мазмұндағы материалдар, оның ішінде діни атрибутикалық заттар да кіреді. Бұлардың барлығы тек қана арнайы белгіленген уәкілетті орган. Қазір бізде Қазақстанда уәкілетті орган кім? Дін істері комитеті және оның аймақтық құрылымдары, дін істері басқармасы, солардың рұқсат берген үй-жайларында. Одан әрмен қарай сол діни бірлестіктің өзінің заңды белгіленген аумағында ғана сол діни мазмұндағы материалдар таратуға болады. Одан кейін діни оқу орындарында, одан тыс жерде, оның ішінде әлеуметтік жерде кіреді. Әлеуметтік желі көбісі біле бермейді. Әлеуметтік желіде діни мазмұндағы материалдар таратуға рұқсат жоқ. Оны кім ғана тарата алады? Оны тек қана сол діни бірлестіктің өкілі ғана, арнайы сол бекітілген маман ғана тарата алады. Бірақ ол тарататын кезде оған да талаптар бар. Бірінші, дінтану сараптамасының оң қорытындысын алған болу қажет. Яғни рұқсат етілген видео болу керек деген Әрине. Жоқ, группаларда мынандай бар ғой.
бір чаттарда отыратын шығарсыздар, туысқандардың, класстастардың міндетті түрде бір адам болады уағыз жіберетін. Сондай бір адам болады негізі. Уағыз жібергіш, ол жақсы болуы мүмкін. Сондай адамдар бар да негізі. Сондай адамдар да жауапкершілікті білмейтін сияқты. Иә, Ол қалай болады? әрине бұндай жайттарды Оның да арам ойы жоқ шығар негізі деп жатқаным ол. иә, бұндай жайттарды көріп жатамыз. Туған-туысқандардың арасында, достардың неше түрлі чаттар бар. Әлеуметтік желілерде, WhatsApp мессенджерлерінде де. Бұлардың барлығын мысалы өзі туған-туысқан таныстары болған кезде оларға міндетті түрде ескертемін. Бұл заң бұзушылық. Ал енді бұлардың барлығын мемлекет неге бұны басты қағида ретінде алып отыр? Өйткені зайырлық ұстанымын ұстанғанымыз үшін. Зайырлық ұстанымының негізгі бір бағытының бірі мен келіп сізге өзімнің діни наным сенімді күштеп, былайша айтқан кезде миыңызға сіңдіре алмаймын. Оған заң рұқсат бермейді. Ар-ождан бостандығы, зайырлық дегеніміз осы. Кім қандай діни нанымға сенгісі келеді? Шүкір, мына елімізде 18 конфессия тіркелген. Соның бірі Қазақстан мұсылман діни басқармасы исламдық бағытта. Исламға қатысты бір мәлімет алам десең, діни оқу орын бар. Егер оқимын десең, ал енді жоқ, мен өзіме қатты керек фундаменталды білімдерді сұрағым келіп тұр дейтін болса, намаз, зекет, ораза деген секілді жергілікті филиалдар бар. Қазақстан мұсылман діни басқармасына қарасты мешіттер. Сол жерде білікті имам ұстаздар бар. Ал енді христиандық бағыт. Христиандық бағыттарда елімізде де діни бірлестіктер бар. Ал енді христиандық бағытқа қызығатындар сол жерге барып сұрасын деген, ешкім көшеден жүріп дінін үйренбесін деген мақсатта осы заң қабылдаған. Ол кезде енді белгілі ғой, 2011 жылы тек қана әлеуметтік желілерден агент Майрұлы деген сияқты сондайлар бар еді. Инстаграм жоқ еді. ВКонтактеде бар еді ғой кезде. ВКонтакте енді шыға бастаған Енді шығып кезде. жатқан уақыт еді ғой бірақ. Ал енді ВКонтактеге келетін болсақ, ВКонтактың өзінде де экстремист, террорист деп танылған материалдар өте көп. Бұлардың барлығын мониторинг барысында анықтап, оның барлығын бұғаттауға ұсынылған, бұғатталған страницалар, былайша айтқан кезде материалдар өте көп бұл жерде. Пабликтер, чаттар, группалар дейміз ғой. Жаңағы мониторинг демекші. Мансұр мырза, сіздер мониторинг жасайсыздар. Мониторинг деген яғни интернеттегі кіріп отырған адамдардың парақшаларын қарау, көру, ол жаңағы қылмыстық жауапкершілігі де болып жатқан жайттар болды ма? Әкімшіліктен бөлек яғни. Иә, алдымен қайырлы күн. Жалпы бізде мониторинг жұмыстары жасалынады. Ол бізде кез келген өзіміздің бағдарламалар бар. Именно сол бағдарламалар арқылы біз мониторинг жасап отырамыз. Кез келген кісінің қазіргі таңда өзінің әлеуметтік желісі бар. Ол әлеуметтік желіге жаңа өзіңіз айтып жатқандай, өзімдікі өзім білемін, өзім қалағанды жасаймын деген сияқты. Ой, кейбір адамдарда бар. Және де сол арқылы олар өздеріне радикалды уағызшылардың немесе өздері білмейтін радикалды кісілердің уағыздарын немесе видео материалдарын салып қояды. Бірақ оның түпкі негізін білмей отырады. Жауапкершілігін білмей отырады. Ал жауапкершілігіне келетін болсақ, ол қазіргі таңда әкімшілік құқық бұзушылық немесе қылмыстық жауапкершілікке не алып келеді. 256-шы бап бойынша қылмыстық жауапкершіліктің әлеуметтік желіде радикалды уағызшылардың уағыздарын тарату немесе жариялау, насихаттау 5 жылдан 9 жылға дейінгі бас бостандығынан айырылуға себеп болады. Сотталма кәдімгі 5 жылдан. Әрине, иә. Немесе қаржылай төленеді, оған айыппұл салынады, сол айыппұл төлену. Енді төмен дәрежеде Мүлкін тәркілеу деген де бар шығар бұның ішінде? мүлкін тәркілеу әлбетте иә бар. Сол себепті кез келген кісі өзінің салып жатқан материалына сақ болу керек. Білмей қалсам ше, мен ажырата алмай қалдым. Ол не болады? Мен әдейі істеген жоқпын. Оның жаман адам екенін білмей қалдым. Дұрыс емес уағыз екенін мен ажырата алмай қалдым. Бірақ бір жақсы уағыз айтқандай болды. Жаңа WhatsApp группаға тастадым және статусыма қойып қойдым. Ол не болды? Иә. Енді білмей қалдым деп, кейбір кісілер ондай жағдайлар болып жатады өзіміздің саламызда болғандықтан. Негізі кез келген материалды осы әр қалада бар, өзінің діни сараптау орталығы бар. Сол жерге келіп сұраса болады, мен мына материалды салып жатырмын, салсам қалай болады, немесе мынаны жарияласа қалай болады деген секілді өздері келуіне болады. Әрине, біз дін істер басқармасының, діни зерттеу орталықтардың келісіммен жариялау керек. Негізі сұрау керек. Қараңыздар, біз бармадым дейік. Салып қойдым. Мгм. Оның нәтижесі не болады? Болмаса соңы не болады? Жауапкершілік бар ма? Жауапкершілік, иә.
жаңа айтып жатырмық қой, бізде мониторинг жұмыстар яғни жасалынады. сен білмей қалыпсың деп кешірім бере ма маған деп жатқаным ғой. Жалпы негізі бастапқыда енді мониторинг жұмыстарын жасап жатқан кезімізде алдын ала ескерту жасалынады бізде. Бірінші. Сол кісінің өзіне әлеуметтік желісіне хабарға шығамыз. Қайырлы күн, осындай біз осындай мамандармыз. Бірінші Мына ескерту. ескерту Тыңдамасам ше. әрине болады. Тыңдамаған жағдайдан кейін уже әкімшілік құқық бұзушылыққа алып келеді ол. Яғни ол айыппұл деген сөз ғой. Айыппұл. Иә. Айыппұл салынады. Салынады әрине. Оған да жаңа тағы да мен ары қарай жасасам ше, үшінші. Ары қарай жазсаңыз уже ол қылмыстық жауапкершілікке кетеді. Қылмыстық жауапкершілік деген ол сотталады деген сөз ғой. Сотталады деген сөз, иә. Дұрыс. Құдай сақтасын. Деген сөз. Жалпы болсын, түсінікті болсын көрерменге деп жатқаным ғой. Бірінші ескерту екен. Екінші айыппұл салады екен. Одан кейін сотталуы мүмкін. Сотталғаннан кейін қандай жұмысқа бармай ғана 14 па 15 па құжат жинаймыз ғой. Соның ішінде біреу сотталмаған деген болу керек қой. Сотталған деген болатын болса, онда жай ғана бір видео таратам деп, яғни ескертулерге мән бермейтін болса, сотталып кету мүмкін екен де демек. Мүмкін, иә. Иә, өкінішке орай, мысалы, кез келген адам жұмысқа келетін кезде сотталмаған деген қағаз сұратады ғой, кез келген мекеме. Сол сұратқан кезінде, егер де экстремизм, терроризм бойынша сотталған болса, мысалы, мен емес, менің бір туысқаным сотталған болсын, немесе менің әкем, бауырларым сотталған болсын, ол адам ешбір уақытта мемлекеттік қызметте жұмыс атқара алмайды. Ал енді бұл жеке кәсіпкерлердің кейбіреулері осы принципті ұстанаттар болады, өзінің жұмысының имиджін түсірмеу үшін. имиджін түсірмеу үшін, қауіпсіздігі үшін. Мемлекеттік қызметтің ішіне қараңыз, бюджеттегі садик, мектеп кіреді ма? Кіреді. Осын кейбір кісілер түсінбей қалады екен де, садикте істей саламын деп. Сол садикте мысалы күзет бар ғой, охрана дейміз ғой. Сонда істей алмай қалуы мүмкін ғой. Істей алмайды. Демек садик болсын, балабақша, мектеп болсын, қандай бір бюджеттік мекемелер бар ғой, оны қарауылда бола алмайды. Пол жуу-да мүмкін емес па? Өйткені бұл жұмыскерлердің барлығы сол мекемеге ресми түрде тіркеледі ғой. Ол басшы ма, ол же хатшы ма, қарамайды оған. маман ба, қарауыл ма? Оған қарамайды. Оған қарамайды. Ешқандай. Әріптесім айтқан сияқты, мысалы, сіз бөлістіңіз әлеуметтік желіде бір материал бөлістіңіз. Біздің орталық мамандары сізге хабарға шығады. Шыққаннан соң, егер сіз келіссеңіз, осы материалды мен білмей қалдым, ескертілген сол ескертуге құлақ ассаңыз, иә, мәселе жоқ негізі көбінесе. Ал енді кейбір жайттар болады, хабарламаларға мән бермейтін. Ол кезде сол бөліскен материалға міндетті түрде дінтану сараптамасы тағайындалады. Әрмен қарай сот сараптамасы тағайындалады. Қылмыстық құрам бар ма жоқ па? Егер қылмыстық құрам болмайтын болатын болса, ол әрмен қарай әкімшілік жауапкершілік, әкімшілік құқық туралы кодекс бойынша әрмен қарай іс ilgileydi. Егер де қылмыстық құрам болатын болса, ол адам міндетті түрде темір тордың ар жағына қамалады. Осы жерде нақтылай кетесіз ба? Қылмыстық құрам дегеннің ішінде не кіруі мүмкін? Қылмыстық құрам, мен бір материал бөлсем. Ешкіммен ұрған жоқпын, тепкен жоқпын, бірақ сол материалдың ішіне қылмыстық құрам дегенді бір нақтылап түсіндірсек те осы жерде. Қазіргі кезде әлеуметтік желілерде экстремизм, терроризмге шақыратын видео материалдар әлі күнге дейін көп. Өйткені біз бұғаттауға ұсынамыз, бұғатталады. Әлеуметтік желілердің мысалы айтқан кезде парақшалар бұғатталады, сол материалдар бұғатталады, бірақ жаңбырдан кейін шыққан саңырау құлақ сияқты сол материалдар да әлі күнге дейін көп. Сол материалды бір адам алады, алғаннан кейін оны сот сараптамасы тағайындалады. Ол адам бұны әдейі бөлісіп отыр ма? Сот теологтарға жүгінеді. Мына бөліскен адамның діни көзқарасы қалай? Егер теолог маман сотқа мына материалды бөлісіп отырған адамның көзқарасы осы материалдағы сияқты деп беретін болса, қылмыстық құрам бар болып есептелінеді. Көзқарасы маңызды сол адамның. Шынымен де сол деструктивті діни ағымның жақтасы ма? Сол маңызды. Мен сұрайын деген мысалға, сол таратқан видеоның ішінде мынандай уағыз болса, намаз оқымайсың ба? Кәпірсің ғой, тозақта жандың. Болмаса 8 март сенің ешқандай мейрамың емес, кәпірлердікі. Болмаса жаңарып неге тойлайсың, христиандардікі, кәпірлердікі деген сияқты мысалға сөздер болып кететін болса, сол қылмыстық құрамға жатуы мүмкін бе? Әрине мәселе сол еді. Жатады. Бұл қылмыстық кодекстің 174-ші бабы бойынша қаралады. Бұл бапта ұлтараздық, дінараздық, этностық, топтық, тектік алауыздық тудыру. Егер де бір адам осындай қылмыстар жасайтын болса, сіз айтқан сияқты осындай сөздерді пікір ретінде жазса, біреудің, мысалы бір адам, мысалы мешіттің имамы, мешіттің ресми сайтында бөлісіп отыр, соның астында өзі пікір жазды, сендер андай мынандай деп жазатын болса, балағаттап, діни наным сенімін таптайтын болатын болса, бұл
былайша айтқан кезде 2 жылдан 5 жылға дейін ә, қамалуға немесе бас бостандығынан шегеруге 2000-нан 5000-ға дейін айыппұл төлеуге алып келеді. Енді қараңыз, Мансұр мырза, біз видеоны бөлісу туралы айттық. Иә. Мысалға мен бір сондай видеоны көріп қалдым дейік. Ана жерде бір таяу шығыстағы бір шайқасты насихаттап жатыр ма, еш нәрсе жазбадым, соған бардым дағы деп лайк басып кеттім. Лайкты жаңағы осындайды пікір ретінде тастап кеттім. Оған да жауап беру мүмкін ба? Жауап беруге. Лайк бастым, жүрек қойдым. Және осылайынан пікір жазып кеттім, комментарий. Қолдап кеттіңіз. Қолдап кеттім яғни. Иә, әрине бұл уже жауапкершілікке тартылады. Қылмыстық жауапкершіліктің 256 бабы терроризм насихаттау немесе оны үгіттеу, қолдау, қаржыландыру қатарына жатады. Демек, пікір жазғанда да абайлау керек екен. Пікір жазғанда да, әрине қолдағанда да сақ болған жөн. Оның жазасы 5 жылдан 12 жылға дейінгі бас бостандығынан айырылуға алып келеді. Енді әлеуметтік желіде жаңа қолдап отқан кезде, оны сіз білмей қалдым деген жағдайдың өзінде де ол уже сіз қолдап жатсыз. Ана видеода уже джихадқа немесе біреуді кәпір деп айыптауға, әріптесім айтып кетті жаңағы ұлтаралық, дінаралық араздықты тудыратын дүниелер болып жатса, онда жауапкершілік бар демек. Жауапкершілік бар, иә, әрине. Сол себепті сақ болған жөн. Біздің не жазғанымыз өліп кетпейтін шығар негізі. Біреулер ойлайды да, мен өшіріп тастадым болды деп. Бұны скриндап алса болды ғой негізі. Оны жаңа айтып жатқан программалардан мониторинг жұмыстарында көбінесе олар қайтадан шығарудан мүмкін ба не? Сіздің мысалы бүгін жазып болды, одан кейін асықпай өшіре салам деген нәрсенің өзі болмайды. Бүгін жазылған дүние уже бұл біздің мамандардың көзіне түсті ма, уже оны анықтады ма, уже сразу ол скрины болады, ол дәлелмен уже дайын тұрады да. Сол себепті оны келесіде өшіріп тастай салам деген дүние ол болмайды. Тана шіру керек екен ғой. Иә. Сақ болып жүрген жөн ғой деген. Анандай пікірлер болып жатады ғой. Жалпы енді халыққа түсінікті болсын дегенім ғой. Ұнамай ма біздің елден көшіп кет, бұл сенің жерің емес деген сияқты. Ақыл діни емес қой. Жалпы оған да жауап береді екен ғой дегенім ғой. Оған да жауап береді екен. Осы мысалы енді жаңа сіз айтып жатқанша, мысалы Айбек мырза 174 дегенді тағы қандай баптар айттыңыз? 490 тағы 453 405 осы қарапайым тілмен осыларды түсіндіріп жібересіз ба? Барлық адам заңгер емес та бізде. Заңды түсінбейтіндер бар. Шынымен кәдімгі соқырға қалай дейді жаңағы таяқ қылып көрсеткендей ма, сөйтіп айту керек сияқты да. Мынау болмайды. Біреудің жаңағы видеосын бөліспе, оған пікір жазба, лайк баспа деген сөз керек сияқты кейде бізге. Мен сізге былай түсіндірейін. Біздің Қазақстанда дін саясаты негізі қалай? Негізі бағыт бағдары. Дін деген кезде халық қалай болу керек? Қазір әлеуметтік желіде көп байқалады. Бірін-бірін балағаттайтын діни наным сеніміне бола. Біреу басқа дінді ұстанады, біреу басқа діни наным сенімді ұстанады, бірақ екеуінің арасында дау-дамай бар. Осыған байланысты неше түрлі подкасттар түсіріледі, видеолар түсіріледі. Қарап отырсаңыз, екеуі бір-бірімен қырылысып жатады. Осы саланың бәрін зерттейтін жаңа айтып өткендей 490 бап. Қазақстанда дін негізі саясаты қалай болу керек? Мен өзім немесе бірнеше адамдармен бір діни ғибадат орнын ашқым келетін болса, міндетті түрде уәкілетті органға тіркелемін. Тіркелдім ғой. Енді қызметкерлер керек маған. Бұл қызметкерлерді де міндетті түрде мен тіркеуім қажет. Миссионер ма? Оны шетелден алып келмей жатып, оны мен мемлекеттік уәкілетті органға ұсынуым қажет. Пәленше. Мен қызметкерді алып келдім. Енді маған материал қажет. Сол менің шіркеуіме, мешітіме, ғибадат үйіме келетін адамдарға бір насихат айтуым керек. Бір материал қажет, дұрыс па? Енді осы материалдардың барлығын дінтану сараптамасына жіберемін. Жіберген соң дінтану сараптамасы оң қорытындысын бергеннен кейін сол діни бірлестігімнің атын сол материалға кәдімгі таңба басқандай жазып, келген адамдарға соны ұсынамын. Түсіндім ғой. Енді бұл жерге зайырлық аружан бостандығы кіреді. Бұл да діни қызмет, діни бірлестік туралы заңның айтып өткендей 9 бабының 3 тармағының 1 тармақшасында келеді. Ешкімді басқа бір дінге зорлай алмайды. Өйткені бір шаңырақтың астында өмір сүргеннен кейін мен өзімнің позициямды ұстанып әлеуметтік желіде мен былай деп айтсам, мына әріптесім мен басқа бір дінге сенемін,
біздің діни наным сенім бойынша сендер тозақтысыңдар, сендер кәпір деп айтатын болса, мемлекетте былайша айтқан кезде тұтастық, татулық болмайды. Осының барлығын бір уыста ұстап отыру үшін осы заң маңызды. Негізгі мемлекеттің бағыт бағдары осылай. Кім қандай дін ұстанады, ұстансын. Міндетті түрде оны бірінші тіркесін. Әдебиеттерін, діни қызметкерлерін тіркесін. Тіркегеннен кейін басқа бір діни бірлестіктің өкілін, солардың діни ғибадат құлшылықтарын даттамасын деп заң айтады. Демек біреудің дінін келемеждеуге болмайды. Менің дінім артық деген сөз уже қажеті жоқ. Сенің мына іс әрекетің біздің дінімізге сәйкес емес, демек сен тозақсың деген сөз қажеті жоқ та. Қажеті жоқ. Жалпы біздің айтып жатқанымыз діни алауыздық тудыратын видеолар жайында ғой. Енді бізде ресми тіркелген діни бірлестіктер бар. Соның ішінде мұсылманша исламдық бағыттағы имамдардың уағыздары бар. Сол мешітте мысалы жұмыс істейтін ұстаздар бар. Солардың уағыздарын мен ұстаз тұсыма қоюыма бола ма? Рилс қылып жаңа бөліссем болады ма? Бұл қалай болады? Болмайды. Мысалы, соңғы уақытта көрген мәселелердің бірі, мысалы, ақтөбелік бір тұрғын Наурыз мәселесіне қатысты өзінің видеоүндеуін жариялады. Қазір ол жаңа қылмыстық кодекстің 174-ші бабы бойынша сотты болып жатыр. Сол секілді кез келген имам өздерінің уағыздарын шығарады. Мен жаңа айтып өттім, имам болсын, кез келген діни бірлестіктің өкілі болсын, бұлардың барлығы дайындаған материалдардың барлығын Дін істері комитетіне жолдауға міндетті. Оң қорытындыны алғаннан кейін оны жариялауға құқылы. Ал енді діни бірлестіктің өкілдері де бұл заңды сақтамай отыр. Бұны біле отыра сақтамай отыр деп айта алмаймыз. Білместіктен болуы мүмкін. Ал енді осы подкасттарда бұларға тікелей қарап отырып, бір кезде біз ескерту жасап жатырмыз. Құлақтарына алтын сырға деп. Ал енді сіз имамсыз, өзіңіз умрада болсын, немесе өзіңіз мешітте бір видео түсірдіңіз. Түсірген видеоңыз басқа біреудің діни наным сенім таптап кету қаупі бар. Зайырлы қағидатын бұзу бар. Егер де мына діни бірлестік құрылды ғой. Діни бірлестік құрылды. Діни бірлестік құрылғаннан кейін Қазақстан Республикасының заңын сақтамайтын болса, ол діни бірлестік таратылады. Ол қандай діни бірлестік болсын? Енді сол видеолар сіз бөлістіңіз. Өз ресми адам ретінде. Сөйтіп, мына әріптесіміз оны алды. Сіздің былайша айтқан кезде фанатыңыз қазір көп қой бізде. Мешіт жамағаты емес, имам жамағаты болғандар көп қазір. Сондай болған. Сол сөйтіп, мына әріптесіміз мысалы бөлісті. Интернет имам жамағаты. Иә, бөлісті. Бөліскеннен кейін сіз сараптама өткізбеген видеоңызда діни алауыздық тудыратын сөздер бар. Әйеліңді ұр деген секілді. Келді ғой осындай сөздер. Осындай сөздер айтылған. Қайбір жылдар болды. Сараптамадан өтпеген сіздің мазарат деген сияқтылар болды. Иә. Сен егер де қазақ бола тұра, егер де мұсылман болмасаң, біздің жерімізді жерленбейсің деген, ол кәдімгідей дау-дамай тұрғызылған видеолардың бірі болды. Дәл сол видеоны алып, оның жамағатында біреу, я осы мекең дұрыс айтып жатыр деп бөліссе, оның өзі жауапкершілік алып келеді. Айтқан адамның жауапкершілігі бір бөлек, таратқандығы үшін тағы да жауапкершілік бар, иә? Таратқандығы үшін 453-ші бап, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 453-ші бабы бойынша жауапкершілікке тартылады. Айыппұл салынады. 25-тен 50 айлық есептік көрсеткішпен айыппұл арқалайды. 25 дегеніңіз қазір қанша? 3.000 теңге ме? Әжептәуір ақша ғой мәссаған. Бұл бірінші рет болатын болса, бірінші рет болатын болса, егер қайталанатын болса, бұл айыппұл саны өседі. Тағы қайталанатын болса, қылмыстыққа айналады ғой, әрине. Демек біз басқаша айтқанда, имамдардың уағызына кедергі жасап, имамдардың жұмысына кедергі жасауға болмайды екен да, яғни. Оның уағызын тарататын өз арнайы ресми парақшасы бар, арнайы сайттары. Сол жерден алып тек қана көрермен болу керек. Бізде мынандай хайп қуатындар бар да, өзінің бір парақшасы болады Инстаграмнан. Әртүрлі уағыздар жинай береді. Сонымен пәлен 1000, 100 000, 200 000 болғаннан кейін мен көрген күндерінде бар да, парақша сатылады деп жазып қояды. Ондай жайттар көп көреміз. Иә, сондай болады. Парақша сатылады деп. Сонымен бір күні OLX-тің ба, Taobao-ның бір заттардың тұрған байқамай қаласың да. Демек бұл хайп болып тұр ғой жаңағы. Ресми аккаунттардан тыңдау керек қой, қандай болмасын. Заң керегі, жаңа айтып өткендей, егер бүкіл имам, бүкіл 18 конфессияның өкілдері өзінің материалдарын, айтатын сөзін, уағызын, аудиозапистерін барлығын дінтану сараптамасына жіберсе, дінтану сараптамасы, мына сөзің болады, мына сөзің біздің конституциялық негізге қарсы деп сараптама жасап беретін болса, елде ешқандай діни алауыздық болмайтын еді.
өкінішке орай осы заң талаптарын сақтамай жүргендер өте көп. Сол үшін қазір әлеуметтік желіде А дін өкілі Б дін өкілімен прямой эфирде, тікелей эфирде бір сағаттай бір-бірімен ұрсып отырады. Қарап отырсаң, екеуі де өзіміздің Қазақстан Республикасының азаматы. Айбек мырза, Мансұр мырза, рахмет сіздерге. Соңғы қорытынды сөз. Заңды сақтайық. Заңға бағынған құл болмайды. Білмей жасадым деуді деп айтуды заң ешбір уақытта кешірмейді. Соны қаперде ұстасын барлығы. Мансұр мырза. Олтай әріптесіме қосыламын. Жалпы айтып жатқан заңға бағынған болмайды. Өзіміздің тыныштығымызды өзіміз бейжай қарамауымыз керек қой. Жалпы сол. Рахмет сіздерге де. Сіздерге де рахмет. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, бұл біздің қысқа нұсқа подкастымыз. Бүгінгі біздің қозғаған тақырыбымыз жалпы дін саласындағы құқықтық жауапкершілік. Осы тақырып аясында біздің қойған сұрақтарымызға жауап берген Шымкент қаласы дін істері басқармасының дін мәселелерін зерттеу орталығының дінтанушы теолог мамандары Әуезұлы Айбек мырза және Әлішерұлы Мансұр мырза болатын. Тағы да студиямызға қош келдіңіздер. Рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.